Елімізде жылжымалы вакцинациялау пункттерінің жұмысы қарқынды жүруде. Соның арқасында шалғай ауылдардың тұрғындарының екпе алу көрсеткіші артты. Қатонқырғай ауданының орталығы үлкен нарындағы ауруханаға келіп, тұрғындар коронавирусқа қарсы екпе алуда. Вакцинациядан бұрын азамат міндетті түрде сауалнама толтырып, дәрігердің тексеруінен өтеді. Қарсы көрсетілімдері болмаса, ковидке қарсы вакцинация салдыртуына болады. Қазіргі күнге дейін өңірде халықтың 50% қауіпті індетке қарсы екпе алған. Енді қазіргі уақытта екпе жұмысы жалғастырылып жатыр. Адамдар қазір келіп жатыр вакцинацияға. Біздің поликлиникада 2 стационарный прививочный кабинет орналасқан. Одан басқа бізде мынандай бір жылжымалы диагностикалық кешен бар. Сондықтан екпе жұмысын осы жылжымалы кешенмен шығып, ауылдарға шығып, сол екпе жұмысын істеп жатырмыз, жалғастырып. Енді қазіргі уақытта адамдар жақсы келіп жатыр вакцинацияға. Қазіргі уақытта 50%-дан артық екпе жұмысын жасадық. Жылжымалы егу пункттері арқылы ауданға қарасты ауылдарға барып, коронавирусқа қарсы екпе егіп, жергілікті тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын да жүргізуде. Аудан халқы ерікті түрде келіп, Спутник V вакцинасын алуда.